Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге кешкі асқа немесе түскі асқа гуляш тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Еті де жұмсақ, әрі соусы да өте дәмді болып шығады. Соңына дейін видеоны қараңыздар. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құямыз. Кесек болып туралған етімізді салып, шамамен бір 10 минуттай қуыруымыз қажет. Бізде от орташа отта жанып тұрған болуы керек. Жақсылап қуырамыз, толықтай етіміз қоңырқай түске енуі қажет. Мен шамамен 10-15 минуттай қуырдым. Мінекей етіміз осындай қоңырқай түске толықтай енгеннен соң, үстінен ұсақтап туралған пиязды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Одан соң дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді томат пастасын саламыз. Мен шамамен 2 ас қасықтай томат пастасын салдым. Тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Томат пастасын салғаннан соң шамамен 2-3 минуттай тағы да араластырып қуыратын боламыз. Дәмі одан сайын дәмді болады. Ал егер 2-3 минуттай қуырмасаңыздар, томаттың қышқыл дәмі шығып тұрады. Ал енді үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Көп құюдың қажеті жоқ. Кішкене ғана ортасына дейін, еттің ортасына дейін жетіп тұрса болды. Табамыздың қақпағын жауып, баяу отта 1-1,5 сағат шамасында оқтыратын боламыз. Етіміз толықтай пісуі қажет. Әзірше біз гуляштың соусын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табаға ұн саламыз. Ешқандай май, су құюдың қажеті жоқ. Табамыз құрғақ болып тұруы тиіс және жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, ұнымыз күйіп кетпеуі қажет. Орташа оттан сәл төмендеу отта болса да жақсы. Ұнымыз қуырылған кезде осындай сарғыштау қоңырқай түске енеді. Нанның сияқты иісі шығады. Абайлаңыздар, күйдіріп алмай, ақырын баяу отта қуырыңыздар. Онда қатты күйдіріп жібермеңіздер, қызартып, әйтпесе тамақтан күйіктің дәмі шығып тұратын болады. Жаңағы қуырылған ұнымызға бөлме температурасындағы суды немесе сүтті құйып, жақсылап венчиктің немесе шанышқының көмегімен араластыратын боламыз. Біздің пісіп жатқан подливіміздің үстіне жаңаға дайындалған соусымызды құйып, жақсылап араластырып, шамамен 5-10 минут шамасында бұқтырамыз. Баяу отта бұқтырып қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің гуляшымыз дайын болды. Соусы осындай әдемі болып шықты. Егер сұйық соус қаласаңыздар, тағы да кішкене су қоссаңыздар болады. Бірақ міндетті түрде қайнап тұрған су болуы тиіс. Мінекей достар, осымен біздің гуляшымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, сөз жоқ, аузыңызда ериді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтыны сөзсіз.
менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.